Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мазхаб ұстанған ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барлық мазхабтардың негізін, методологиясын айтып кеткен. Мысалға Ханафи мазхабы дегеніміз ол Абдулла ибн Масуд пен Хазіреті Али ибн Аби Талибтің мазхабы. Басқа да имамдардың әрбіреуінің сахабаларға дейін несі бар? Тізбегі бар. Жалпы ғалымдардың арасында айтылады, 114 мың сахабаның ішінде муаққи анилля пәтуа беретін, норма шығара алатын бір ғалымдар айтқан 18 сахаба болған. Тағы біреулер айтқан 21 сахаба болған. Олардың ішінде имам Насаи бар, Ибн Хазм аз-Захири бар. Ең көп мысалға 130-дан астам сахаба муштахид пәтуа бере алатын, норма шығаратын деңгейде болған деп. Міне сол 130-дан астам сахабадан бізге таватур, көпшіліктің жеткізуімен жеткен 4 мазхаб бар. Сол үшін ол мазхабтар аты кейіннен келген ғалымдардың атымен аталса да, негізінде сахабалардан бастау алады, сахабалардың мазхабтары болып есептеледі. Ал ол сахабалар, ол методологияны, ол әдістерді пайғамбарымыздан тікелей алған болып есептеледі.